Абайлаңыз, жаңалықтар. Алаяқ Перизат Қайрат 10 жылға сотталды. Кінәлі расымен өзі ғана ма? Ресей саясаттанушылары Тоқаевты мақтауға көшті. Астары қандай? Қазақтарды мамбет деп қамалып қалды. Ұлтаралық араздықты қоздыруды кешірмейміз. Жетімдерді өз үйінен қуып шыққан кім? Бағанашылдағы дауға Тоқаев араласты. Осының бәрі дәл қазір. Армысыздар, абайлаңыз, жаңалықтар қозғайтын бүгінгі негізгі тақырып Ресей сарапшыларының Қазақстан билігі жайлы талқысы. Тоқаев әлем мойындаған ауыр салмақтағы саясаткер. Орыс саясаттанушылары президентімізге осындай баға беріпті. Новая газета басылымында саясаттанушы Қазақстан Ресей пресс орталығының жетекшісі Андрей Выползов президент Тоқаев сіз кімнің жақындасыз деген мақала жариялаған. Түсінгенімізше, мұндай материалдың жазылуына Қазақстанды Ресейге қарсы қойып, шағыстыратын псевдосарапшылардың, арандатушылардың көбейіп кетуі себеп болып отыр. Орыс саясаттанушысының ойынша, нақты істер мен фактілер екі мемлекет айнымас әріптес екенін айқын көрсетеді. Сонымен, саясаттану ғылымдарының кандидаты Виталий Млечин былай деген: Қасым-Жомарт Тоқаев бүкіл әлемде мойындалған саяси салмағы бар көшбасшы. Ол ісі мен сөзі сәйкес келетін адам екенін әлде қашан дәлелдеген реалист адам. Сөздері пафостан ада. Қалай бар, солай айтады. Ол қазақ-орыс қатынасын одан әрі дамытуға мүдделі. Тоқаев Германия канцлері Шольцқа да Қазақстан анти-Россия емес, біз әлемдегі ең ұзын шекарамыз бар Ресеймен жан-жақты әріптестік бағытын ұстанамыз деп еді ғой. Саясаттанушы сонымен қатар Тоқаевтың Астанадағы кездесулердің бірінде Путинге біздің қарым-қатынасымызда ешқандай принципиалдық мәселе де, проблема да жоқ деген сөзін де еске алған. Мақала авторлары президент Тоқаевтың орыс тіліне қатысты ұстанымында біраз талқылапты. Қазақ жастары қазақшаны да, орысшаны да, ағылшынды да білет. Тілге қатысты арандатуға жол жоқ деген сөздеріне де қолдау білдірген авторлар. Ал Тоқаев кімнің жағында деген сұраққа саясаттанушы Млечин: Тоқаев бірінші өз елінің, сосын стратегиялық әріптестері мен одақтастарының жағында. Ал Ресеймен тығыз қатынасын экономикалық көрсеткіштерден байқауға болады. Бізді ұрыстырғысы келетін арандатушыларға жол бермейміз, дейді ол. Тағы бір ресейлік сарапшы Константин Калачевтың пікірінше, Қазақстан сыртқы саясатын өзінің ұлттық мүдделеріне қарай жүзеге асырады. Бұл ешкімге ешқандай тәуелді емес, егемен елге тән және бәрі қабылдауы тиіс дүние. Яғни, Қазақстанның көп векторлы саясаты біреуге ұнау үшін емес, ең бірінші мемлекеттігіміз үшін жүргізіліп отыр. Оған ешкімнің ешқандай күмәні дау болмауы тиіс. Калачев былай дейді: көп векторлы саясат одақтық қарым-қатынастан бас тарту деген сөз емес. Геосаяси мәселелер, санкциялық қысымдар, әлемдік құрылымдағы дағдарыс, тәуекелдер мен қауіптерге бейімделу керек. Сондықтан Қазақстанның ұстанымынан астар іздеп, сатқындық жасады деп кінәлау артық. Қазақ-Ресей қатынасы екі жақтың құқы тең болатын әріптестікке құрылған. Оған барлық саладағы бірлескен жобалар дәлел. Тоқаев сенімді одақтас әрі серіктес. Мұны бағалау керек. Мақалада міне осындай қызықтар бар. Авторлар сонымен қатар Ресей 2024 жылы Қазақстан экономикасына 4 миллиард доллар салып, негізгі инвестор болып отырғанын, Қазақстанда Ресейдің қатысуымен 20 мың кәсіпорын жұмыс істейтінін, жақында Росатом Алматы облысында атом электр станциясын салатынын алға тартқан. Ал екі елді шағыстырып, одақтастықты бұзуға, түрлі провокациялық дүниелердің жазылуына үшінші күштердің, тіпті Британияның MI6 қызметі тыңшыларының қатысы болуы мүмкін, дейді авторлар. Бұл әрине өздерінің болжамдары шығар. Біз дәл солай деп растай алмаймыз. Бәлкім, сіз де ой қосарсыз. Біз тек орыс саясаттанушыларының өз бақ беттеріндегі талқыларын сіздерге жеткізіп отырмыз. Біз бірге емеспіз. Атышулы алаяқ Перизат Қайраттың соты аяқталды. Астаналық судья оны 10 жылға, ал анасы Ғайни Алашбаеваны 7 жылға бас бостандығынан айырды. Екеуі де біз біргеміз Қазақстан қорына аударылған 3,5 миллиард теңгені өз пайдаларына жаратқан деп айыпталып, алаяқтық бабымен кінә арқалап отыр.
Сондықтан сот үкімі шыққан адамдарға ашық түрде алаяқ деп айта берсек болады. Сот шешімі бойынша екеуінен Mercedes S-Class 450, Lexus LX 600, Haval H6 GT және Mercedes-Benz IQ 500 көліктері тәркіленген. Сонымен қатар Астанада орналасқан Villa Village коттеджіндегі жеке тұрғын үй, Ақбұлақ Riviera, Sensata Group, Көкжайлау, Highville Gold, Ишим сынды жоғары санаттағы тұрғын үй кешендеріндегі бірнеше пәтер мен автотұрақ орындары, қымбат сөмкелер, зергерлік бұйымдар, аяқ киімдер, аксессуарлар, гүл дүкені және қайырымдылық қорларының шоттарындағы ақша қаражаттары тәркіленді. Қысқасы, дымсыз қалдырған сияқты. Дегенмен, Перизат Қайрат та, анасы Алашбаева да өздеріне тағылған айыпты соңына дейін мойындаған жоқ. Айыптың бәрі тергеушілердің қиялы деп айтты. Адвокаттары да мұнымен қоя салмай апелляцияға шағымданатынын, соңына дейін баратынын, ақтап алуға ниетті екендерін айтты, сұхбат берді. Считаем незаконным, необоснованным. Почему? В связи с этим будем обжаловать. Почему считаете незаконным, необоснованным? Доводы свои приведем в апелляционной жалобе, полностью подробно. Про апелляцию. У нас же позиция была о невиновности, о каком сроке можете идти? Ну вот ваши цели, вот апелляцию подать, на что вы рассчитываете вообще? Мы в апелляционной жалобе, лично я собираюсь просить об оправдании. Что они будут в своей апелляционной жалобе просить, я не знаю. Я еще с ними этот вопрос не обсуждал. Оправдании, да? Да. Тергеу кезінде Перизат Қайрат ісі 100 томды құрайтыны айтылған еді. Алайда сот біз күткендей ұзаққа созылған жоқ. 2 аптада бітіп қалды. Біріншіден, жабық өтті, оны мойындау керек. Жұма күні сотталушылар соңғы сөзін айтқан отырысқа журналистер қатыстырылмады, үкімді экран арқылы ғана тыңдады. Айыпталушылардың сот тергеуіне жауап берген жерлерін де көрмедік, естімедік, не айтқандарын білмейміз. Мұнымен қоса 3,5 миллиард теңгені 2 жыл ішінде анасы мен қызы қалай ғана өздері жаратып тастады. Расымен өзге байланыстары жоқ па деген сауалдардың басы ашық қалды. Тіпті Бауыржан Байбекті де сотқа шақырайық деп еді, оны іздеген ешкім болмады. Негізі, біз біргеміз қорына тек банктер мен ірі компаниялар ғана емес, Қазақстан халқы да ақша аударып еді. Елден жиналған ақшаның есебі сұралғанда бұл сот процесін түгел көруге, халық аманатына қалай қиянат жасалғанын бастан аяқ білуге елдің құқы бар еді ғой. Әлде жоқ па? Сондықтан, менің ойымша бұл іс әлі аяқталуға тиіс емес. Жалғасын көргіміз келеді. Әрине, Перизат Қайратты ешкім ақтамайды, алаяқ екеніне күмән келтірмейміз. Дегенмен, жалғыз емес деп ойлаймын. Сізше, бұл туралы не дейсіз? Бір нәрсе анық. Ендігі жерде халық қайырымдылық істеріне, қорларға сақтықпен қарай бастайды. Көз жасын төккеннің бәріне көлде ақша беріп, аузынан жырып отырмайды. Өркениетті елде солай болуы тиіс. Мемлекет те қарап отырмауы керек. Әйтеуір депутаттар қайырымдылық қызмет туралы заңға өзгертулер енгізуді қолға алды. Онда қайырымдылық қорларын аккредиттеуден өтуге міндеттеу, төтенше жағдай кезінде әкімдіктер белгілеген ұйымдар ғана қаражат жинай алады деген тәртіп енгізу, ал өз бетінше рұқсатсыз қаражат жинаған жеке адамдарға айыппұл салу тәрізді өзгертулер бар. Біздің тілегіміз, біз біргеміз Қазақстанмен ғана тоқтамай өзге ірі қорлардың бәрін тексеру керек. Асаруме, Қарекет және өзге де ірілі ұсақты қорлардың, тіпті Человек в маске сияқты супермендердің де есебін жұрт болып сұрап отыру қажет. Халық та мына дүниені білсе, бәріне күмәнмен қарап үйрену. Естеріңізде болсын, күмәндану ол кінәлау емес, ашықтыққа, шындыққа қол жеткізуге ұмтылу. Күмән келтіру арқылы ғана сіз рас өтірікке көз жеткізе аласыз. Мәселен, аманатқа қиянат тек су тасқынынан, Палестинадағы соғыстан зардап шеккендерге көмектесем деп жасалмайды екен. Ауру баласына елден ақша жиып та байып жатқандар бар екені анықталды. Астаналық Тотақановтар отбасы сырқатынан айыққан баласының еміне 4 жыл бойы халықтан ақша жинап келген. Дәулет пен Толқын Тотақановтар ұлдары ауыр диагноз қойылған соң әлеуметтік желі арқылы халықтан 50 миллион теңге жинап алған. Алайда сол жерден тоқтай алмай қалып, жарнаманы жалғастыра берген. Содан 4 жылда 1 миллиард 300 миллионнан астам қаржы тапқан. Оның шамамен 6 миллион теңгесін ғана нақты емге жұмсап, қалған ақшаны жылжымайтын мүлік пен саяхаттауға жаратқан.
Қазір бұларға аса ірі көлемдегі алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақшаны заңдастыру баптары бойынша айып тағылып отыр. Неткен сұмдық. Ауру баланы әртіс қылып тоқтаусыз интернетке видео түсіріп, елдің аянышын тудырып, ақша жиып, оны ойнап күлуге жұмсаудан артық қандай арсыздық болады? Сіз не ойлайсыз? Я больше не могу без тебя. Я не могу без тебя. У нас пикник прямо в центре города. Әрине, шешімін сот айта жатар. Бастысы, біз сауатты, салқынғанды болайық. Қазақстанды алаяқтардан тазаламасақ, аяқ алып жүре алмай қалдық. Алаяғы жоқ Қазақстан болса, әділетті Қазақстанда бола жатар. Алаяғы тайраңдаған, жетімдері жылаған елден не қайыр? Мұны президент Тоқаев білсе керек. Алматыдағы бағанашыл жетімдер үйіне араша түсті. Мынадай оқиға болды. Алматы қаласының маңында бағанашыл деген жерде балалар үйі бар. Мұнда ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар тәрбиеленеді. Ал жыл басында бұл жер құрылысқа берілетіні, ал балалар үйі Қонаев қаласына көшірілетіні, ол жақта басқа ғимарат дайындалып жатқаны жазылды. Ал балалар өздері үйренген жерден кетпейміз деп наразылық танытты. Дау басталған кезде бізде бұл тақырыпты көтергенбіз. Қоғам белсенділері мұнда Алия Назарбаеваға қатысты құрылыс компаниялары тұрғын үй салмақ дегенді де айтқан. Бірақ осы аптада балаларды әкімдік өкілдері полицияның көмегімен күштеп көшірмек болды. Мынадай видеолар тарады. Бұл резонанстан соң Қасым-Жомарт Тоқаев балалар үйі көшірілмесін деп тапсырма берді. Президент әкімшілігінен комиссия жіберді. Алматы әкіміне балалар үйін жөндеуді тапсырды. Депутаттар араласты. Бақытжан Базарбек Алматы облысы әкімінің отставкасын талап етті. Үкімет басшысының орынбасары Ермек Көшербаев білім министрінің облыс әкімінің жұмыстан кету мәселесін президент шешетінін, кінәлілер комиссия тексерісінен кейін жазаға тартылатынын айтыпты журналистерге. Қалай десек те, қорғансыз балаларды полицияның күшімен көлікке тиеуге тырысу нағыз көргенсіздік болды. Қазаққа тіл тигізем деп түрмеге кетті. Қарағандыда Алика Мұхамедиева есімді кәсіпкер қыз Threads әлеуметтік желісінде мұсылман жұртының және қазақ халқының намысына тиетін сөздер жазған. Өз ойын білдірген кезде калбит, мамбет деген ұғымдарды пайдаланған. Мұны көрген қазақстандықтар прокуратураға, сотқа арыз түсірген. Ертесіне өз қателігін түсінген Алика видео жариялап, классикалық жанры бойынша елден кешірім сұрап бақты. Бірақ ел кешіргенмен заң кешірмейді. Ұлтаралық араздықты қоздыру видео кешіріммен құтылып кете салатын дүние емес. Көп ұзаған жоқ, Қарағанды полициясы іс қозғады да қамап тастады. Ең қызығы, бұл аралықта күдікті елден қашып кетпек болған. Үлгермей қалыпты. Іс 174 бап бойынша қозғалып отыр. Мұның жазасы 7 жылға дейін бас бостандығынан айыруға дейін баруы мүмкін. Шығатын қорытынды қандай? Өзге ұлт өкілі болсаң да, қазақ болсаң да, руға, ұлтқа тиіспе. Қазақстанда ол кешірілмейтін қылмыс. Егер мұндай істерде аяушылық танытсақ, айрандай ұйыған татулықтан айырыламыз. Көп ұлты бар елді бір-бірімізге деген құрмет қана ұстап тұр. Ал сыйластығы кеткен мемлекеттер қару ұстауға мәжбүр. Осыны түсінейік. Бүгінге айтарымыз осы. Ой қосыңыз, пікір жазыңыз. Ең бастысы ел іші тыныш болсын.